Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәмді дастархан. Біздер бүгін осындай дәмді булочкалар жасап үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен 190 мл сүтімізге 30 мл суымызды және дрожж азғантай шекер салып, былғап осылай апара дайындап аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызға тұз, ванилин, шекер және де манағы дайындап алған апарамызды қосып, өзімізге ыңғайлы болу үшін бірінші қасықпен араластырамыз және де сұйық майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп дайын болғасын, бетін жауып, кішкене демалдырып аламыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп осылай дайын болды. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлшектерге бөліп, дөңгелетіп, протеинімізге қойып, бетін жауып, тағы да бір 10-15 минут демалдырамыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бетіне дайындап алған жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 20-25 минут толықтай піскенше пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын болды, өте жұмсақ, әрі дәмді болып піседі. Осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе бетін өздеріңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен шоколадпен әсемдедім. Бұл булочкаларды пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін, өйткені өте дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Видеоны толығына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.